Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің төрағасы Жақанбаев Арсен Арманұлы. Қош келдіңіз, Арсен Арманұлы. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Бірінші сұрағымыз су ресурстарын басқаруда цифрландыру, яғни смарт ирригейшн болмаса мониторинг жүйелері қалай енгізілуде? Енді бізде бүгінгі таңда бекітілген тұжырымдамамыз бар министрлікпен 2030 жылға дейін. Сол тұжырымдаманың шеңберінде бізде ауқымды цифрландыру мәселесі, спутник арқылы мониторинг жүргізу, смарт диджитал мәселесі бәрі бізде қарқынды түрде енгізілуде. Және ол бүгінгі күнде ол не үшін жасалынып жатыр? Ол суды тиімді пайдалану, яғни суды есепті дұрыс жүргізу. Егер біз бұның бәрін цифрландыратын болсақ, ертең судың қандай су бар екен, қандай суды қайда реттеп отырмыз, оның есебі түгел реттеледі. Түсінікті. Келесі сұрағымыз, Қазақстанда су ресурстарын басқарудың қазіргі моделінің басымдықтары қандай? Енді су ресурстарының жалпы бүгінгі күнде ең бірінші басқару үшін бірінші біз өзіміздің инфраструктураны қалпына келтіру, яғни жаңа технологияларды енгізу, соның ішінде цифрландыру мәселесі бар. Осының бәрін қалпына келтіргеннен кейін вертикалды түрде судың басқару және бұрыннан келе жатқан бассейндік принциптегі басқару мәселесін ары қарай дамыту. Ал сіздің ойыңызша су үнемдеу мәселесін жастар арасында трендке қалай айналдырса болады? Өте жақсы сұрақ, өте актуалды сұрақ. Су үнемдеу мәселесін жалпы біз ол тек экологиялық мәселе үшін қажет емес. Сондықтан ол тақырыпты меніңше әр бағдарламада, мысалы мектеп оқушыларынан бастап студенттерге дейін әр өздерінің жүйелеріне, программасына немесе әр ғимараттарда, яғни суды үнемді пайдалану деген сияқты кішігірім жобаларды орналастырып, оның адамның психологиялық тұрғыда адам оны көрген сайын оның санасына өзі қалай енген білмей қалады. Оны көре берсе адам, оны оқып та қажет жоқ, бірақ үлкен түрде бір жазып өтсе, сондай бір челлендждер жасап, жобалар жасап, соны трендке айналдыруға болады. Жылда бір тренд қылып болсына, жылда бір осы жобаларды бір студенттердің арасында бір ашық сабақ ретінде жылда бір өткізе беретін болса, ол жаңа ғимаратта немесе үйінің тұсында даже лифтлерді көтеріп түсетін, лифтлердің жанында де суды үнемде, болашақ сақта деген лозунг болатын болса, ол адамның санасына бір белгілі бір тұрғыда ол қалыптасып кете береді. Ол ойында қалады. Бір күні ол су мәселесі деген кезде сол нәрсе бірінші ойына түседі. Өйткені адам көзбен көрген, визуалды түрде көрген кезде сол нәрсе көбінесе есінде қалады. Вот сондай мәселелерді алдын ала жүзеге асыру керек деп ойлаймын. Егер де сіз студент шағыңызға қайта оралсаңыз, жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Студент жағына оралсам, уақытты тиімді пайдаланып, яғни тәжірибемен көп айналысатын едім. Сол оқып жатқан мамандықтың. Сосын қазіргі студенттерге де сондай кеңес бергім келеді. Түсінікті. Сізге алғыс білдіреміз, Арсен Арманұлы. Рахмет.